Достар, сіз компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, корпоративный, сізде, скорее всего, осындай жасанды интеллект агенттерін жасауға мүмкіндік бар қазір. Себебі Microsoft 365-те осындай Copilot Studio деген инструмент шықты, құрал шықты. Ол арқылы ешқандай программа жазбай, код жазбай, өзіңіздің сол ана тіліңізде қазақ тілі болсын, ағылшын, орысша инструкциялар беріп, сіздің банағы ақпараттарыңызбен, имейл болсын, басқа жұмыстағы солармен жұмыс жасайтын сізге жасанды интеллект агенттерін істеуге болады. Ол қандай жағдайда көмек болады десеңіз, сіз жұмыста қайталана беретін шаруа жасайтын болсаңыз, рутинный, соларды автоматтандыруға болады. Мысалы, имейлға жауап беретін деген сияқты. Ең бірінші, Copilotқа кіргенде мұнда мүмкіндіктер бар сізде. Әртүрлі агенттер жасауға болады. Готовый шаблондар бар да. Мына веб-сайт Q&A дейді. Ол деген сайтта сұраққа жауап беретін агент жасау, да? Financial Insights, финансыға қатысты әртүрлі ақпараттар анализ жасайтын агент. Leave Management дейді. Leave Management деген отпускқа подавать етесің ғой, сол процесс полностью автоматтандырып беретін мынандай агент жасауға болады. Немесе мінекей өзіңе керек нәрсені жазасың, инструкцияны оп-оңай. Маған агент жасау керек, онбординг жасайтын. То есть компания кіргенде, жаңа сотрудник кіргенде, оның істеу керек бір чек-лист бар да. Сол чек-лист бойынша өтетін, соны жасауға көмектесетін агент жасауға болады екен да. Ары қарай өзі сізге көмектеседі. Сізбен сөйлеседі, адам сияқты сізге қалай істеуге болатынын айтады. Инструкциялар тұр, көрдіңіз, да? Сосын еще мында knowledge деп знаниялар қосуға болады, қараңыз. OneDrive қосуға болады. Неше түрлі 1000 коннектор бар дейді. Dataverse қосуға, даже SQL қосуға, база данных қосуға. Соның ішін ақтарады да, ішіндегі знание бойынша. Сосын мұнда тағы да толып тұр, GitHub-пен қосуға, SAP-пен қосуға. И инструменттер деген бар. Knowledge деген ол контекст, знание, и tools деген инструменттер. Teams бар, MCP-де қосуға тоже. Мұнда триггерлар да бар, мысалы, форма Google SharePoint-та файл создаваться етілсе, бұл агент қосылсын. Немесе там форма толтырылса, имейл келсе, мына агент қосылсын. Неше түрлі триггерлар бар. Достар, бұл видеоны мен 10 минут жазыппын, сондықтан 10 минут сыймайды бір рилсқа, сондықтан YouTube-қа жүктеп қойдым. Осы видеоның толық версиясын міндетті түрде қараңыз. Себебі Copilot Studio ол деген өте серьезный платформа. Ертең болашақта Power BI, Power Apps, Power Automate сияқты қолданылатын болады корпоративный әлемде. Сондықтан оны білетін болсаңыз, сізде карьерада өте жақсы көмек болады. Сол, достар, қараңыздар толық видеоны. YouTube-тан Азат Ержан деп жазсаңыз, осы видеоның толық версиясы шығады менің каналымда.